3 Б сынып оқушысы Балтабек Гүлфайрус. Мен ертегілер мен әңгімелерді оқығанды қатты жақсы көремін. Соның ішінде ұнағанысы жазушы Тұрдақын Жексенбайдың «Бүркіттің балапаны» деген әңгімесі қатты ұнады. Балам, осы қатты ұнаған әңгімеден сен қандай ой түйдің? Нені ұқтың? Табиғаттың қандай тылсым тіршіліктерімен таныстың? Соны қысқаша әңгімелеп бере қойшы. Бұл әңгімеде қырандар патшасы атанған бүркіттің ұя салу, ұя басу, балапан шығару, оны қорғау, оны бағу, қорғау, қанаттарын қатайтып қатарға қосу, аң аулауды үйрету сияқты таңғажайыпқа толы табиғи тылсым күштерге бейнелейді. Осылайша жас ұрпаққа табиғатты танытып, білім мен тәрбие беруді көздейді. Сонымен бізге тілімізді, ой-қиялымыз бен эстетикалық танымымызды дамытуға қызмет етеді. Адам мен табиғат егіз, олар тығыз байланыста. Осы «Бүркіттің балапаны» деген кітапты тек қана бастауыш сыныптарға емес, және жасөспірімдерге оқуға кеңес беремін.